Аллаға шүкір. Мынаның дүние байлық емес, бала байлық. Сондықтан сіздің байлықтарыңыз аман болсын. Сіз сол байлықтарыңызбен бақыттысыз, бақытты анасыз. Енді сіздің өрісіңізді кеңейтіп, жанұяңызға жан қосып, берекеңізді келтіріп отырған осындағы Айгүл құдағиыңыз бар екен. Айгүл құдағи. Айгүл құдағи дейді. Алтынай құдағидың Айгүл құдағиына. Иә. Айгүл құдағиға. Айгүл құдағиға алтын сақина және орамал. Қалайсың, балам? Келінге келіп заттарды беріп отырмыз. Алтындарды. Иә, күшті жеттік аман. Бір томақ жеп тапсырып жатыр жаңа нелер. Салт дәстүр нелер. Қалай өзің? Сен 20-сына келесің ба? Алла берсін. Ағам бар, менің ағам бар дейді ғой. Бауыр деген әрқашан тілекші. Сондықтан әкесінің ағасы бар екен, Болат деген кісі. Біз енді үлкен болса аттарыңызды атап жатырмыз, кешірім өтінеміз. Жағалы киімді сүйреп келсек те болушы еді. Бірақ бірінші көрген адамға талғамынан шыға аламыз ба, шыға алмаймыз ба, ол кісіге осы дүние керек па, керек емес па деген әртүрлі ойлар келді. Әрбір ойды сараптай келіп, өзінің қалағанын алсын деген ойға келдік дағы. Әкесінің ағасы Болат ағаға конверт $100. Болат ағаның дайын тұрсын енді. Болат аға. Келес ағаның атын айтыңдар, ол да кеп дайын тұрсын. Бар ма? Алтынай құдағи? Келсін, е? Қолдарына сынайық. Тек неге асығамыз? Жоқ, өзіне берейік та, неге асығамыз? Келет дейді. Жоқ па? Келе ма, Данияр? Келе ма? Келес кісінің атын айтып қойыңдаршы, кеп дайын тұрсын. Бұл жерде сыйлық конвертте $100 және заманауи былғары таза кожадан сумка ер азаматтарымызға. Іші ақшаға толсын деген ниетпен алып келдік. Келіңіз аға. Болат аға, сізге өзіңіз талғамыңызға сай дүниені алады деген оймен $100 конвертке салып және сумканы қолыңызға қысып жүрсін деп алып келдік. Иә. Келесі құданың тағы бір бауыры Ақас құда. Ақас құда. Ақас құдаға да $100 және қолына $100 көбейтіп миллионер атансын деген ниетпен қолына сумка. Ержан жездесі. Ержан жездесі. Ержан. Ержанды кім алады? Ержанға да $100
және иығына сумка. Мен жолдасым қия алмады жұмыста. Аманатқа қиянат жасамай, $100 алып қалмай беріңіз. Бауыр керек, өмірде жанға жақын. Болды, жарайды, сізге сенеміз. Бағана осында бір құдағи айтты ғой, төсектегі көршім деді ма? Келесі Гүлзат әпкесі. Гүлзат әпкесіне алтын сақина және орамал. Салтанат әпкесінің асын сызып айтып кетпесек болмайды. Салтанат әпкесі қайда? Осы Аяжан қызымыз осы кісінің үйінде мамасының берген тәрбиесін арғарай дарытып, қыз баланы біреу емес қой, бірге туған болса да, қыз баланы қолға ұстау деген өте қиын. Ол аманат, сол аманатқа қиянат жасамай, мамасының берген тәрбиесін арғарай тағы да жеткізіп, үйретіп, өмірдегі өз тәжірибесімен бөлісіп, бүгінгі таңда әдемі Аяжанымыздың